Ол кезде кішкентай едім. Жасым небәрі 4-5 шамасында. Үй ішіндегі абыр-сабыр, адамдардың күбір-сыбыр әңгімесі, анамның жылауы бәрібір түсініксіз көрінетін. Бірақ бір нәрсе анық есімде: анамның жылап жатқаны. Сосын мені туыс әйел көтеріп алып, біздің үйге барамыз. Камошпен ойнайсың, жарай ма деп жымиғаны. Камош сол үйдегі кішкентай ит. Үнемі менің артымнан қалмай еріп жүретін. Сол күні Камошпен шынымен ойнадым. Бірақ мен үшін бұл ойын емес, беймәлім тыныштық еді. Сол үйде 2 күн болдым. Келесі күні оралдым. Үйдің іші тып-тыныш, тек анамның көздері ісіп кеткен. Маған қарағанда күлмеді. Маңдайынан иіскеп, құшақтап жылап алғаны есімде. Кейін ес білгенде, ол күн менің әкеммен қоштасқан күнім екен. Мен ойнап жүрген кезде үйде адамдар әкемнің жаназасына жиналып, қара жамылып отырған екен. Менің алдымда 2 үлкен әпкем болды. Егіз еді ол әпкелерім. Ол егіз әпкелерімді әжем өз қолына алды. Ал мені нағашы әжемнің қолына тастап, анам үлкен қалаға жұмысқа кетті. 3 жыл сыртта жұмыс жасап жүріп, келіп кетіп жүрді. Сол кезде анамның мойнында көгерген із болатын. Тағы да балалықпен ештеңе түсінбедім. Қалада анамның сүйіктісі бар екен. Өзінен 7 жасқа кіші. Анам ол еркекке өлердей ғашық. Мен әжемнің қарауында болдым. Бірақ сол кешенің балалары тентек болды. Олармен қосылып ойнап жүргенде ескі қораға кіргізіп, үстіме жатып алып, кішкентай бір жерін үйкеледі. Ол бала ол кезде 12-де, менің жасым 7-де. Бірақ ол үйкелегенде ауырмады. Әлгі ол: ешкімге айтпа, айтсаң сені бәрі мазақтайды, сосын сені ойынға қоспайды деп мені алдайды. Соған сеніп мен ешкімге айтпадым. Нағашы әжем айтып отырушы еді: ұлдармен ойнама, қыздармен ғана ойна. Ұл балаларға жолама, ізін тығып алады. Ұлдардың арғы жағын көруге болмайды, ұят болады деп талай рет айтты. Әжемнің сөзінен кейін ұлдарға жоламауға тырысып жүрсем де, әйтеуір ойнап кететін едік. Түскі уақытта ойын үшін қашып шығушы едім. Өзім қатарлы одан 2-3 жас үлкен қыздар да бар. Бәріміз тығылыспақ ойнаймыз деп үйден шыққанда, әлгі көрші ұлдар да бізді аңдып тұрады. Солай ойнап кетеміз ғой. Бірақ әлгі ол үнемі қасымда жүріп, қораға тығылайық деп, менің қолымнан жетектеп ескі қораға кіргізіп, арғы жағын үйкелеп жүрді. Кейде ауыртып бара жатса жылаймын. Әжеме айтып беремін, ауырттың деп жыласам жібере салады. Солай жасым 8-ге келгенде анам мені қалаға өзімен тұруға әкетті. Нағашы әжем бергісі келмей, менің кеткім келіп, анам мен өгей әкенің қолында тұрдым. Егіз әпкелерімді әжем мүлдем бермеді. Көп ұзамай егіз әпкелерім мен әжем Таразға көшіп кетті. Ал мен Алматыда анаммен тұрдым. Өгей әкем мені керемет жақсы көретіндей түр жасап, асты үстіме түсіп жүрді. Жасым небәрі 8-де ғой. Алғашқы күннен бастап өгей әкем түнде ұйықтап жатсам, денемді ұстап, 2 бұтымның ортасын иіскеп жүрді. Таң қалып біртүрлі болатын едім. Кейде ойлайтынмын, сиіп қойды деп иіскеп жүрген болар деген шығар деп ұялып кететінмін. Бір күні шыдай алмай, анам барлығымыз шай ішіп отырғанда: мама, мына аға түн ішінде менің трусиімді ашып иіскеп жүр деп айта салдым. Анам шошып қарады, бірақ соңында сол сөзім үшін таяқ жедім. Өгей әкем ешқандай нәрсені мойнына алмады. Егер маған сенбесең, үйден кетемін деп анамды қорқытты. Әлгінде айттым ғой, анам ол еркекке ессіз ғашық. Сол кезде анамды жек көріп кеттім. Ауылға қайтамын, әжеме айтып беремін сендерді деп жылағаным есімде. Анам жүкті екен, соның баласын бағу үшін мені қасына алған екен. Әйтпесе мені қызы ретінде жақсы көргенін көрмеппін. Анам жүктілікте токсикоз болып ауруханаға жиі жатып жүрді. Мен сондай кезде аш болатынмын. Өгей әкем маған әдейі тамақ бермейтін. Ол маған: үстіңдегі киімдерді түсір, сосын саған тамақ беремін, ақша беремін деп көндіріп жүрді. Тамақ үшін тыр жалаңаш болып өгей әкемнің алдында жататынмын. Ол бір қолымен ұстап, бір қолымен өзінікін ұстап ыңырсып жататын.
Әжемнің ұлдар біздің тығып алады деп айтатын жөні осы екен ғой. Солай 7 жасамда біз көрсем 8 жасымда одан да үлкен жуан бізді көріп қорқатынмын. Кейде сол бізді әлгі бала сияқты үйкеп астымда ауыртатын еді. Сол кезде жылайтынмын, мама келсе бәрін айтамын деп. Өгей әкем болса айтсаң айт, мамаң сені ұрады, мен кетіп қала саламын, мені олай қорқытпа, сенің анаң маған ештеңе де істей алмайды деп мені солай басып тастайды. Міне солай мені бірнеше рет қорлағысы келді. Жылап жүріп әжеме айтып беремін деп талай рет қаштым. Әжем келсе жылап айтсам да мені анам ұрып соғатын. Ойын баласы өтірік ойдан шығарып жүр деген секілді өгей әкемді ақтап, мені даттап, маған ешкім сенбейтін. Өгей әкемнің арғы жағымен арпалысып бой жете бастадым. 13 жастағы қыз едім. Қос анарым енді ғана бір жарып, толықсып шыққан уақыты. Кішкентай інім бар, көбіне соны бағатынмын. Өгей әкем анамды жұмысқа тұрғызды. Оның себебі менімен айналысу еді. Мен сол үшін үйде көп болмауға тырысамын. Таңертең мектепке барсам, қосымша киімді сумкаға салып шығып, көшеде кезіп жүретінмін. Сұрасақ қосымша сабақ деп сылтауды дайындайтынмын. Жазық демалысқа шықтым. Егіз әпкелерім мектепте бітірген бойда тұрмысқа шығып кетті. Өйткені оларды ешкім оқуға түсірмеді. Бәріне кінәлі нәпсі құмар анамның кесірі. Анам біздерді өз қолына алып, екінші рет тұрмысқа шықпағанда, біздер осылай азап шекпес едік қой. Өгей әкем маған омырауың жаңа піскен алма сияқты, бір иіскейін, ақша беремін деп жалынуды шығарды. Мен қорқып, кет жолама, тиіссең үстінен арыз жазамын, тиісті деп мектепте мұғаліміме айтатын боламын деп, ол сорлыны қасыма жолатпауға тырысып жүрдім. Бұл нәрсені апайымыз қыздарға жеке жиналыс жасағанда айтып еді. Содан кейін осылай қорғанып жүрдім. Соның өзінде өгей әкем неше түрлі махаббат сөздерді, болмаса аузына келген ыңғайсыз сөздерді айтатын. Оның көп айтатын сөзі маған ақша берсей, ертең сол арғы жағың сасып қалады, өлсең құмырсқа жеп кетеді. Қазір қызығын көріп қал деп мысқылдап күлетін еді. Жазық каникулға шығып, ауылға қарай қашып кеттім. Анам түгімді қоймай ұрсып жатты. Тыңдамадым. Бар ойым егіз әпкелерімнен пана сұрау. Бала кезден араласпағасын бекен, біздерге бірден араласу қиын болды. Әпкелерім тұрмысқа шығып асып кеткен. Балалы болған. Барғанда аса жақтырмапты. Бірақ жездем жақсы қарсы алды. 2 күннен соң жездемнің қолы сумаң етіп, төменгі жағымды сипалап өтті. Мән бермегендей болдым. Абайсызда тиіп кеткен шығар деп. Жүр магазинге барасың ба? Шоколад алып берейін деді әзіл қалжыңмен. Менің ойымда ештеңе жоқ. Еріп бардым. Кеш қарайып кеткен. Қуыс көшелермен жүріп келеміз. Бір кезде қолымнан ұстап, өзінің төменгі жағына салып жібергенде шошып кеттім. Маған ұнайсың деп, күштеп сүйіп алды. Асығыз шешкісі келді. Оған мен шыңғырып, аузыңды жап деймін деп босата салды. Жылаған күйі кері қарай үйге қаштым. Әпкем мені көрді. Кет үйден, енді келуші болма, анам сияқты сен де жаман әйелсің деді. Өмірдегі ең өкінішім осындай жазықсыз жаладан естіген сөзім еді. Екінші әпкеме бардым. Ол жерде бір ай тұрдым. Оның да күйеуі тиісе бастады. Ақырын сөзбен құлағыма сені сүйемін деп сыбырлап, мені өзіне қаратқысы келді. Өйткені ол үйге барғанда мойнымда із болған. Соны көрген жездем, жігітің салған белгіні мен де сала аламын, көргің келе ме менікін деп ашықтан ашық айтты. Осы сөзінен соң ол үйден де кеттім. Анам мені айқаймен күтіп алды. Ал, қаңғып ешкімге сыймай келдің бе деп шашымнан сүйреп ұра жөнелді. Өгей әкем маған болысқандай, анам екеуміздің арамызға түсіп құтқарған болды. Анам жоқта, сені анаңнан құтқардым, сені сүйемін ғой деп баяғы әніне тағы басты. Мен тек өзімді қорғауға тырысып жүрген бейбақпын. Маған жолама деп шыңғырып жібердім де, үйден қашып далада анам келем дегенше жүрдім. Осындай азап қорқынышпен 3 жылда өте шықты. Колледжге түсіп, бір рет танысқан өзімнен үлкен жігітке тұрмысқа шықтым. Басқа амалым жоқ еді. 15 жасымда қорланудан қашып келін болдым. Барған жерімде өте қарапайым жандар. Енем ғана бар. Ауылдың адамдары.
үй тірлігін тез меңгеріп алдым. Жүкті болдым. Алладан тек ұл бала бер деп жылап тілейтінмін. Қыз туғым келмеді. Өзімнің қорлыққа толы балалы шағым еске түскен сайын қызымның басына да сондай жағдай түседі деген оймен тек ұл бала тусам деп тіледім. Алла тілегімді қабыл алып 4 ұлды дүниеге әкелдім. Енем барлығына қамқор болып жүрді. Мен ауылда кітапханада еден жуатын жұмыс істеп жүрмін. Күйеуіммен шүкір бақыттымын. Анамды 15 жасымнан бастап көрген емеспін. Ол да мені іздеп келмеді. Өлі ме, тірі ме, оны да білмеймін. Анамды да, әпкелерімді де жек көремін. Көргім де келмейді. Балаларым нағашы әжем бар ма деген сұраққа жауап беруге қиналатынмын. Бірақ бір күні өліп қалған деп өтірік айттым. Егер анам мені бәрінен қорғаса, қазір мен балаларыммен анама барып тұрар едім. Осы бір оқиғам ішіме сыймай айттым. Бұндай өмірімді, балалық шағымды күйеуіме айтқан емеспін. Әйтпесе ол да бесіктен белі шықпай, жаман болған қыз деп ойланып қалар деп ештеңе айтпаған едім.